Сәлем достар! Бүгін сіздермен сүт сарысуы туралы айтатын боламыз. Арнамыздан алыстамау үшін тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Сарысу сүтті өңдеу арқылы сүзбе мен ірімшікті ажыратып бөліп алғаннан кейін қалатын қалдық өнім. Оның адам ағзасында пайдасы өте зор. Сарысуды тек қана тағамдық мақсатта емес, косметикалық мақсатта да қолданады. Сүт сарысуының құрамы: сүт сарысуы шамамен 93% судан тұрады, ал қалған 6,3% организмге қажетті барлық заттар толығымен кездеседі. Сарысудың құрғақ заты негізінде лактозадан сүт қантынан тұрады. Лактоза артық майдың жиналуына жол бермейді. Сондықтан ол оңтайлы көмірсу болып табылады. Ол асқазан ішек жолдарының жұмысын реттеуге қатысады. Сарысу ақуыздары толыққанды ақуыз алмастырмайтын амин қышқылдарды үйлесімді түрде кездескендіктен биологиялық құндылығы өте жоғары болып саналады. Сарысу өте тамаша өнім. Өзінің қарапайымдылығына қарамастан көптеген қасиеттерге ие. Сүт сарысуы ішек микрофлорасын қалпына келтіріп, газ түзілуі мен шіру үрдістерін баяулатады. Сол себепті оны ас қорыту жолдарының ауруларында емдік мақсатта қолданады. Сүт сарысуы суда еритін дәрумендердің қайнар көзі. Жемістер мен көкөністер жоқ. Мезгілде дәрумен жетіспеушіліктің кейбір түрлерінен арылуы пайдаға зор асады. Сонымен қатар құрамында В тобы дәрумендер болғандықтан тыныштандырады, ал ауыр жұмыс күнінен кейін ішсек жүйке жүйесіне жағымды әсер етеді. Қарттар үшін де тағаммен емдеуде аса пайдалы. Егер тамақ алдында ішсеңіз, асқазандағы тұз қышқылын төмендетуге себеп болады. Сиыр сүтіне қарағанда сарысу ақуызы ана сүтінің құрамына жақын келеді. Сондықтан балалар тағамын дайындауда қолданылады. Сондай-ақ артық салмағы бар адамдарға және қартаю үрдісін баяулату үшін күнделікті қолдануға ұсынылады. Сіздерге төмендегідей пайдалы кеңестерді ұсына кетсем: иммунитетіңізді нығайтып, әртүрлі ауруларға төтеп бергіңіз келсе, күнделікті таңертең бір кесе сарысу ішіп тұрғаныңыз абзал. Ол аздап іс жүргізеді, сондықтан маңызды шаруаларыңыз жоқ күндері қолданғаныңыз дұрыс. Теріңізді нәрлендіріп, балғындығын сақтап, ағартқыңыз келсе, бетіңізді үнемі лимон шырынын араласқан сарысумен сүртуге ұсынамыз. Бұл тек майлы немесе қалыпты теріге арналған. Шашыңыз мықты әрі жылтыр болу үшін сарысумен жуыныңыз. Бетіңіздегі сепкілден арылғыңыз келсе, 3 ас қасық ірімшікпен сүт сарысуын араластырып маска жасаңыз. Оны тазартылған бетке жұқалап жағып, 10 минуттан кейін жылы сумен немесе көк шаймен жуып тастаған дұрыс. Беттегі безеулер мен бөртпеден құтылғыңыз келсе, сарысуды 2 ай бойы күнделікті жарты лимон шырынынан 0,5, яғни жарты литр қайнатылған салқын сүтке араластырып ішуге болады. Көңіл күйіңізді көтергіңіз келсе, кешке 1 құты сарысуды ішсеңіз болады. Себебі оның құрамында қуаныш гормоны серотонин бар. Сүт сарысуының атқаратын қызметі қандай десеңіз, бауыр жұмысын реттейді және бүйрек қызметін жақсартады. Семіздіктің алдын алу және емдеу кезінде өте пайдалы. Шектің жұмысын ынталандырып, артық майдың жиналуына кедергі жасайды. Ағзадан артық сұйықтықты, уыттарды және қоқыстарды шығаруға көмегін тигізеді. Қан айналым жүйесін жақсартады. Атеросклероз, ревматизм және гипертониялық аурулардың алдын алады. Теріні тазартады. Жүкті әйелдер үшін таптырмайтын аса пайдалы өнім. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Ескеретін жайт: қарсы көрсетілімдері бар. Егер де сіздің сүт сарысуының құрамында кейбір заттарға сезімталдығыңыз жоғары болған болса, аллергия шақырса қолданбағаныңыз дұрыс. Емдік қасиеті мол сарысусын ең алдымен ағзаны шлактан тазалайды.
аштықты сездірмейді. Оны көбінесе артық салмақтан арылғысы келетіндер сусын ретінде ішеді. Себебі сары судың құрамында адамға күш-қуат беретін пайдалы заттар бар. Сары судың емдік қасиеті мол болғандықтан, нақтырақ айтқанда бүйрек пен бауырдың жұмысын жақсартады. Ішектің саулығын реттейді. Ағзадағы артық сұйықтықты сыртқа шығарып, улы заттар мен шлактан тазалайды. Сары суды тағы қандай ауруларға ем десеңіз, асқазан ішек жолдары, бауыр мен бүйрек ауруларында сары су шипа болады. Әсіресе созылмалы гастрит, панкреатит, энтерит, энтероколит, дисбактериоз және ішқату бауыр ауруы, тамақтан улану, гипертония кезінде күнде сары су ішуге тырысыңыз. Жүрек, қан тамырлар жүйесі ауруларына ем болады. Сары су ішу арқылы атеросклероз, жүректің ишемиялық ауруы, жүрек қыспасы, инфаркт, кейінгі кардиосклероз, қан айналымының нашарлауы, гипертониялық ауру кезінде сары су ішу ұсынылады. Ми тамырлары ауруларында сары судың көмегі емдеуге болады. Нақтырақ айтқанда, ми атеросклерозы мидың қан айналымының нашарлауын қалпына келтіреді. Эндокринологиялық ауру, қант диабеті, тыныс жолдарының созылмалы ауруына керемет ем. Әсіресе тонзиллит, фарингит, гайморит, бронхит, пневмония секілді дерттен айыққыңыз келсе, сары су ішіңіз. Әйелдерде кездесетін ауруларға да ем екен. Сары су созылмалы жатыр қосалқы бөлігінің қабынуы, қынаптың қабынуы және жатыр мойынның жалақ жарасын емдеуге қабілетті. Тері ауруларынан да айықтырады. Егер сіздің асқазан ішек жолдарыңыз ауырып, теріге теріс әсер берген болса, онда дереу сары су ішіңіз. Оған қоса терінің майлануын, бөртпе, диатез, псориаз, аллергия сияқты ауруларға ем. Сары суды қалай ішу керек? Сары суды су сияқты кез келген уақытта іше беруге болмайды. Оның да мөлшері мен уақыты болғаннан ескеріңіз. Мәселен, қант диабеті ауруын емдеу үшін 200 грамм сары суды теңдей етіп үшке бөлесіз. Сөйтіп күніне 3 реттен тамақтанудың алдында ішіңіз. Сонда инсулин дұрыс болып, гормон жақсы жұмыс істейді. Егер осылайша тұрақты түрде ішетін болса, науқастың қант деңгейін реттейді. Панкреатит ауруын емдеу үшін күніне 2 стақан сары су ішіңіз. Емді үзбей 10 тәулік жалғастырсаңыз, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Әрі ағзаны қажетті макро-микроэлементтерге және дәруменге байытады. Ішек жұмысын жақсартып, артық заттардан тазалау үшін аш қарынға 2 шай қасық тұз қосылған 1 стақан сары су ішуді әдетке айналдырыңыз. Сол кезде ішектің жұмысы жақсарып, шырышты қабықтың қабынуы болдырмайды. Ал ішектегі құртты түсіру үшін 1 стақан сары суға 1-2 тіс езілген сарымсақты араластырып ішесіз. Емді аш қарынға 4 күн бойы ішсеңіз, құрттан да басқа да улы заттардан құтыла аласыз. Іш қатуды емдеу үшін жарты стақан сары су мен жарты стақан сәбіз шырынын араластырсаңыз, оны аш қарынға ішсеңіз, ішектің жұмысын белсенді реттейді, әрі шлакты шығарады. Құяң ауруын емдеу үшін күніне 1 стақан сары су ішіңіз. Емді тамақтан алдын қабылдау керек. Сары су ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның саулығын жақсартады. Бауыр ауруын емдеу үшін 3 күн бойы үзбей 300 мг сары су ішіңіз. Сонда ағзаны улы заттан, шлактан тазартады. Бауырдың жұмысын жақсартады. Ағза жоғалтқан дәрумендер мен минералды заттың орнын толтырады. Дәрілік препараттарға қарағанда қолда бар табиғи өніммен емделіңіздер. Яғни денсаулықтарыңыз өздеріңіз үшін қажет. Сіздер ауырмаңыздар, біз сіздерге пайдалы видеолар жібере берейік. Ал сіздер бізге кері байланыс ретінде қолдауларыңызды күтеміз. Сіздермен бірге болған плюс бәріне керек арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.